Саламатсыздар ма? Сабақты бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы веб-бетті жасауда қолданылатын HTML тегтер. HTML бөліміндегі алғашқы тақырыбымыз. Ең бірінші кері байланыс берейік. Осындамыз ба, дайынбыз ба? Смайлик, чатқа жазайық, реакция, қол көтеру, әйтеуір бар екенімізді білдіртіп қойық. Жақсы. Жеткілікті. Жақсы. Барлығы осындай екен. Тақырыбымыз бастайық. Бүгінгі тақырыптан слайд бізде жіберілмейді, бірден ескертіп айтайын, сол себептен де бірақ эфир жазбасын жіберемін. Енді точно жіберем ба, көріп алайын бірінші. Запись жүріп жатыр. Эфир жазбасын жіберемін, себебі бүгін біз HTML тілінде сайт жазуды бастаймыз. Слайдта барлық ақпарат болмайды. Слайд жай бізде тақырыпқа және де тек 1-2 ғана анықтама үшін ғана қажет. Одан қалған бөліктің барлығында біз HTML тілінде сайт жазамыз. Жақсы, Нұртас YouTube-қа салам, тақырып деген плейлистта шығады. Сілтеме бойынша доступ болады, сілтемені жіберемін. Өте жақсы, енді барлығын анықтап алсақ, сабағымызды жалғастырайық. Ең бірінші HTML тегтерінен бастайық. Жалпы тег деген сөзбен, ұғыммен танысайық. HTML тілінде команданы біз тег деп атайды екенбіз. Яғни, басқа тілдерде мысалы функция, оператор, блок деген сөздер болатын болса, HTML-да команда тег деп аталады, және тегтің бізде 2 түр болады екен. Дара тег болады, және жұп тег болады екен. Енді оларды ажыратып қазір қарастырамыз. Жазу барысында сайтымыздың алғашқы қаңқасын құрған сәтте, міне мынау дара, мынау жұп деп бөліп жарып қарайтын боламыз. Енді слайд осымен бітті. Енді кеттік, код жазайық. Өте ұзақ слайд болды. Өте содержательный. Слайдты жіберейін ба? Керек па ондай слайд бізге? Мысалға, жарайды. Нұртасқа керек сияқты. Нұртас жіберем слайдты. Міне, басынан көргім келе ма тағы да? Міне, тақырып и міне, анықтама. Өте содержательный сайт. Енді сайтымызды жазып бастайық. Ол үшін бізге негізінде арнаулы бағдарламалар қажет емес. Олар енді бізге ыңғайлылық сыйлайтын шығар. Мысалы, Notepad-та, тағы да басқа PyCharm-да ма, қандай эмуляторлар бар. Әртүрлі бағдарламалы орталарында HTML тілінде жазуға болады ғой. Ол қосымшаларды қолдану, ол өзімізге ыңғайлылық үшін, себебі ол жерде тегтер алдын ала жазылады, және де тег ашқан жағдайда ол өз автомат түрде жауып отырады, подсказкалар бар. Бірақ біз өте көне тас ғасырындағы тәсілмен жазамыз. Себебі бізде кітапта солай үйретеді, мектеп бағдарламасында солай, ұбт-да тем более солай. Сол себептен де өзімізге солай тас ғасырындағы тәсілмен жазған дұрыс болар. Ол үшін ешқандай қосымша керек емес. Үйімізде компьютер немесе ноутбук болатын болса, міндетті түрде сабақтан соң жасап көрейік. Жоқ, біз артта қалмағанбыз. Біз ең пайдалы, оңай емес, наоборот, қиын жолмен жүреміз, чтобы барлық тегті точно жаттап алу үшін. Себебі біз қазір блокнотта жазамыз, ал блокнот қателіктерді кешірмейді. Эмуляторларда біздің қателігіміз айтса, мына жолда қателесіп кеттің, может, былай жазғың келген шығар деген сияқты подсказкалар болатын болса, бізде блокнотта подсказка берейін ба, подсказка деген жоқ. Сол үшін создать дейміз да, текстовый документ деп блокнотты ашып жібереміз. Ол жерде txt кеңейтілімінде болады. Сайтымызды сайт деп жазып қойық. Так, бізге көрінбей тұрған шығар, өте майда шрифт. Неше сабақ өтеміз? Өте жақсы сұрақ. Бірнеше сабақ өтеміз деген жауап бола ма, Санжар? Бірнеше сабақ өтеміз. Отдельно бірінші тегтермен танысамыз. Одан кейін кесте құруды өтеміз, тізім құруды өтеміз, медиа қосуды өтеміз, CSS өтеміз, JavaScript өтеміз. Яғни сайтқа арналған сценарийлерді. Егер жауапқа қанағаттансаң, плюс қой. Реакция жіберейік, роза жіберейік, TikTok-тағыдай. Жақсы, кеттік. Мынау бізде txt файлы. Бұл txt файлының атын сайт деп қойдық, аты маңызды емес, бастысы кеңейтілімі. Дұрыс айтасың, бұл ең қызық тақырыптардың бірі. Кеңейтілімі бізде қазір txt кеңейтілімінде тұр. Кеңейтілім деген білетін шығармыз, файлдың құрамдас бөліктерімен таныспыз ғой. Файл атауында нүктеге дейін атауы жазылады, нүктеден соң кеңейтілімі жазылады. Әртүрлі файлдың кеңейтілімі әртүрлі болады. Мысалға, суреттердікі JPEG, PNG, BMP, JPG деген кеңейтілімдер болатын болса, ағылшынша қалай JPG. Одан кейін, мысалы, видеоларда MP4, MOV,
тағы да басқа кеңейтілімдер бар. Музыка mp3, одан кейін қандай тағы кеңейтілімдер, AAS деген кеңейтілім бар. Және тағы да басқа. Сол секілді сайтта именно HTML-ға қатысты файлдардың кеңейтілімі екі түрлі болады екен. Оны мұқият жаттап алайық. Ол үшін бізге қайттан сайтқа оралу керек. Сөйтіп жазып қойық. Мына жерде сайтты қалай PDF дейсің бе, PPTX деген слайд яз. Мынау енді тегтің түрлері, ал файлдың кеңейтілімі бізде HTML және HTML. Осы екеуі сайтты біз HTML тілінде жазамыз ғой, кеңейтілімдер. Осы екі кеңейтілімде бізде сайттарымыз бола алады екен. Енді нүктенің алдында кез келген атау қою мүмкіндігі бар, өзіміз білеміз, е. Ал жалпы ереже бойынша бастысы сол екі кеңейтілімнің біреуінде болса болғаны. Мысалы, қазір мынаның иконкасы, блокноттың иконкасы тұратын болса, біз қазір HTML деп жазған кезде, ол бірден HTML тіліндегі, яғни HTML кеңейтіліміндегі файлдарды ашуға арналған программаның иконкасына айналады. Так, точно ауыстырасың ба дейді? Я, міне. Хромның иконкасы пайда болды. Себебі мынау уже бізде сайт. Кірсегенде әрине пустой бұл жағдайда, бірақ бұл не дегенмен сайт. Енді жалпы аббревиатураның анықтамасына көшейік. HTML сөзі қандай мағына береді? HTML. Hypertext Markup Language. Hyper. Дұрыс айтасың, текст. Маркап дейсің ба? Маркеринг дей салуға да болады. Былай коммент жазылың. Мынау language, language. Қатесіз жаздым ба? Ағылшын тілін таңдағандар жоқ қой, арамызда информатпыз ғой бәріміз, е. Онда байқамай қалуымыз керек. Дұрыс. Я білем. Hypertext marking language. Яғни қазақша гипер мәтінді белгілеу тілі. Яғни HTML гипер мәтінді белгілеу тілі. Осы тілде біз сайттарды жазамыз, және біздің бүгінгі үйренетін алғашқы тегімізде HTML. Мысалы, бір бетке біз сайтты ашып қойық. Бұл біздің сайтымыз. Так, былайынан ашып қойық. Екінші бетке біз кодымызды ашып қойық. Сол өйткені біз қазір мына бетте жазып отырамыз. Мынау сол біздің сайтымызда пайда болып отырады. Так, бізге ыңғайлы көріну үшін мен үлкейтіп алайын бұны. Так, мынандай жазу осындай көлемде көріне ме бәрімізге? Кішкене кішірейту керек шығар. Жақсы. Бәріне көрінсе болғаны, мына жерде біздің сайттағы ақпарат пайда болып отырады. Оң жақта жазамыз, сол жақта пайда болады. Менің түрім ештеңеге кедергі болмайтын шығар деп ойлаймын. Мен именно блокнот жақта орналасыппын, е. Сол себептен де екеуін орын ауыстырғанда жөн болар. Ой, бұл не болды? Чтобы мен ешкімге кедергі жасамауым үшін. Так, болды. Мына жақта жазамыз. Мен жақта ол шығады. Жақсы. Ендеше бастайық. Ең алғашқы тегіміз. Негізі профессионалды түрде сайт жасайтын адамдар, олар обязательно кодировкасын көрсетеді, және де файл типін, мысалы, қай кодировка ол қолданады, және де стильдерді де алдын ала импорттап қояды. Бірақ біз еще блокнотта жазып атқаннан кейін негізгі тегтерді ғана өтеміз, мектеп бағдарламасында бар. Біз өйткені кәсіби түрде сайт жасайын деп жатқан жоқпыз. Біз оқу мақсатында және ұбт-ға қажетті тегтерді ғана өтеміз. Ал шын мәнісінде HTML өте үлкен тіл. Ол тілдің біз ұбт-ға қажетті тек 10%-ын ғана, шамамен 9-10%-ын ғана меңгереміз. Тек керегін ғана, е. Енді ең алғашқы тегтен бастайық. Бұл жұп тег, HTML тегі. Енді жұп болып аталу себебі, бұл ашушы тегі бар. Тег деген бізде мынандай үшкір жақшалардың ішіне жазылады. Мынау ашушы тег, жабушы тег, слэшпен айырмашылық. Яғни ашушы тегтің ішінде тек тегтің өзі жазылады, үшкір жақшаның ішінде, ал жабушы тег алдында слэш болады. Осы екеуінің айырмашылығы. Және осы тегке қатысты контент немесе командалардың
немесе элементтердің барлығы осы екеуінің ортасында орналасады. Және HTML-да Python-дағыдай синтаксис жоқ. Мысалы, мен былай ұзыннан ұзақ километр жазып кете берсем болады, немесе мен астыға түссем де болады, және де мынау главный екі арасында жазылса болды текке қатысты элементтер. Ол қанша жол тастағым келеді, мен может вообще тастағым келмейді. Бүкіл сайтты бір жолға жазып шыққым келсе, бір жолға жазып шыға аламын. Оны түсіндік пе? Ал біз көріп жүрген кодтардағы мынандай әдемі бүйтіп табуляциямен бүйтіп ішіне кіргізіп қойып жазады ғой, әрқайсысын ретіне. Ол жай сырт келбеті әдемі көріну үшін, және визуалды түрде біздің кодымызды қараған адам оны түсіне алу үшін, өзіміз үшін үлкен сайттарда міндетті түрде өздері түсіну үшін әр блоктарды, дифтарды жеке-жеке табуляциямен кіргізіп, оның ішіндегі әр элементке қатысты объектілердің бәрін группамен бөліп әдемі қылып жазатын себебі ол өздеріне ыңғайлы болу үшін. Ол синтаксис емес. Ойлап қалмаңдар, біз ана табуляцияның бәрін жаттаймыз деп. Жоқ, қалаған кезімізге қойсақ болады, табуляцияны бәрін бір сызыққа жазамыз ба, бірін астына бірін жазамыз ба, үстіне шығарып жазамыз ба, өзіміз білеміз. Бастысы текке қатысты ақпарат, элементтер ашушы және жабушы тектің ортасында орналасу керек. Ал дара тек болған жағдайларды біз жеке қарастырамыз. HTML тегі біздің мына жазып жатқан келесі объектілердің барлығы HTML тілінде жазылатындығын білдіреді. Демек, осы тектің ішіне қазір біз бүкіл сайтымызды жазып шығады екенбіз. Бұл ең негізгі тек. Ары қарай кеттік. Осының ішіне енді байқасақ, міне ашушы мен жабушы тектің ортасына келесі тегімізді жазамыз. Ол сайттың басы. Бас деген ағылшынша қалай болады? Дұрыс айтасыңдар, head болады. Біреу айтқысы келген шығар, енді микрофон қосып отқан кезде айттым ба? Head болады. Бұл басы. Сайттың басты бөлігі немесе head'та бізде көрінбейтін элементтер орналасады көбінде. Мысал үшін, егер біз сайтқа белгілі бір файлдарды байланыстыратын болсақ, импорттайтын болсақ, мысалы CSS, может JavaScript файл арқылы импорттайтын болсақ, және де сайттың кейбір баптаулары, және ең маңыздысы, сайттың тақырыпшасы, яғни вкладкада тұратын атауы бізде осы head тегінің ішіне жазылады. Head тегі, түсіндік қой? Ол контенттік бөлікке көбінде қатысы жоқ, ол көрінбейтін элементтер, бірдеңе импорттау қажет кезде, және де ең бастысы сайттың тақырыбын сақтайды. Вкладкада шығатын сайттың тақырыбын жазатын текті кім айтады? Title. Дұрыс айтасың, title. Title жұп тег. Біз пока что тек жұп тегтерді өтіп жатырмыз. Title тегінің ішіне осы ашушы және жабушы тектің арасына жазылған атау біздің сайттың браузердегі вкладкада шығатын атауы. Мысалы, біз бұны біздің сайт деп жазып қойық. Қандай креатив, біздің сайт. Жақсы. Енді head тегіне әзірге бұдан басқа ештеңе жазбаймыз. Пока что бізге керек емес. Алдағы уақытта басқа тақырыптарға келгенде тағы бұның ішіне не жазуға болатындығын көреміз. Пока басымызда ауыртпай қойық. Пока ең основной скелет, ең басында бізде болу керек элементтерді жазып шығамыз. Head болды. Пока что әңгімесі бітті. Келесі, сайттың денесі қалай болады? Body. Дұрыс айтасың, body болады. Body. Body. Ол да жұп тег. Бұл жерде сайттың контенттік бөлігі орналасады. Яғни, сайттың контенттік бөлігі дегеніміз, мынау бізде браузер ғой, Браузердің бізде неяқта вкладкалар бар, одан кейін адрес жолағы бар, содан кейінгі мына сызықтың астыңғы соңына дейінгі барлық мынау аймақ контенттік бөлік. Яғни, контент орналасатын бөлік. Сол элементтердің барлығы контентке жататын осы body'дің ішіне жазылады. Яғни, мен бұл жерге арнаулы тегтер арқылы жазуым мүмкін, немесе қалаған нәрсені бүйтіп жаза салуым да болады. Себебі контенттік бөлікке мен жазған нәрсе шығады ғой. Любой сөз жазсам, мысалы, біздің сайтымызда уже тақырып бар. Біздің сайт деген, яғни вкладкада тұратын. Қазір мына жерде байқасақ, сайт деп тұр әшейін. Сайт.html. Бұл файлдың аты. Біз қазір title арқылы сайттың өзіне ат бердік. Және body, яғни сайттың контенттік бөлігіне жауап беретін жұп тегін жазу арқылы сайттың ішіне мәтін жаздық. Любой сөз деген.
Біз уже сайтты сақтап, мына жаққа барып обновить етсек, біздің сайтта уже бірдеңе пайда болады. Міне, любой сөз пайда болды. Бұл деген жеңіс емес пе? Міне, любой сөз бізде бар. Жарты тірлік бітті. Бірақ өте кішкентай, міне 100% негізгі размерде қарасам, любой сөз жоқ почти. 500%-ға үлкейткенде ғана көрінді. Себебі біз оны ешқандай тексіз, жай ғана body'дің ішіне жаза салдық. Негізінде желательно олай жазбаймыз. Және де title тегіне жазған біздің сайт атауы мына вкладканың атауында пайда болды. Телефонмен отырсақ, бұлай жақындатып қарасақ болады. Вкладканың төбесінде біздің сайт деген жазуды көріп тұрмыз ба? Иә. Иә, біз оны title тегінің көмегімен жаздық. Енді негізгі тегтерге көшейік, және де бүгін негізгі бірнеше атрибуттармен танысамыз. Так, кеттік. Ендеше ең бірінші біз қазір қатарынан ең қиын деген 6 текті қатарынан қазір өтеміз. Сол 6 текті бірден жаттап қайталап айтып беретін адам бола ма екен? Мұқият болайық, олар өте қиын. Жазамда өшіріп тастаймын. Соны жаттап алуш керек. Алтау ма? Өте алтау жаттап алу керек. H1, H2, H3, H4, Мәсі, H5. уже жаттап алдым ба не? Не деген память. Көрдік па? Тектерді. 6 тек. Қиын ба? Өте қиын. Бір жерге жазып жаттаймыз ба, или не істейміз? Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан дегеннен де қиынға қоймады, сұмдыққа. Мынаны слайдқа көшіріп қойын ба? Топ жаттап алу оңай болу үшін. Бұны желательно бүйтіп параққа шығарып ап, бөлмемізге келіп қойып жаттасақ, ыңғайлы болады деп ойлаймын, я? Әйтпесе бұл сандардың ретін анау адам жаттай алмайды. Так, енді серьезно, бұл бізде тақырыпқа арналған тегтер. Олар 6 штук. 6 дана қазақша, я? Бұлардың қызметі тақырып деген біз білеміз ғой, тақырып деген не екен? Тақырып заголовок, орысша нақтырақ түсінікті шығар, я? Заголовок бізде жирныймен жазылады, және основной текстқа қарағанда үлкен болады. Бірақ оның да түрі болады екен, бізде 6 түрі бар. 6 түрі. Енді кім айтады, қайсысы ең үлкені? Дұрыс, ең үлкені H1. H1 деп айттың ғой, я? Ең үлкені H1. Енді көрейік. Басынан сұрайын ба? Так, мысалы, тақырып деп жазайын. Тақырып 1 деп қойын, яқа. 2 тақырып, 2 тақырып, 3 деп бәріне жазып шығайын, сол кезде көреміз. Дұрық мен өтірік айттым. Может, ең үлкені 6 шығар, я? Барлығына өзінің тегіне сәйкес сандарын жазып шығайын, және осы тақырыптардың қазір размерін салыстырып көреміз. 6 тақырып жаздым. Сақтайықта көрейік. Тақырып, мәссаған, не деген көп тақырыпны. Уже мен 100%-ық размерге қойсам, міне, шамамен осындай көлемде екен. Бірақ сәл үлкен қойын. Ең үлкені тақырып 1 екен. Я? То есть H1 тегі екен, ең үлкен, ең кішісі H6. Бұлар өсу ретімен, яғни кему ретімен көлемі ұлғайып кішірейеді екен. Сонымен ең үлкені H1, ары қарай H2, H3 деп кішірейе береді екен. Бұндай да сұрақ келеді. Мұқият жаттап алайық, қайсысы ең үлкен, қайсысы ең кіші екен. Бұлар тақырыптық тег. Тақырыпқа арналған тег. Олар байқасақ, мына жирныймен жазылады. Және основной тексттан үлкен болады екен. H1 тегімен таныстық па? Иә. Жақсы. Және бұл тегтің тағы бір айырмашылығы, бұлар әрдайым жаңа жолға түседі. Яғни тақырыптың қасына тақырып түспейді. Бұлар әрқайсысы өзі жеке-жеке жаңа жолда тұрады. Оны қалай білдік? Өйткені біз егер, допустим, қараңдаршы, мынаны өшіре тұрайын әзірге. Сөйтейін бір мәтіндерді әшейін жазайыншы, мәтін жазам мысалы. Мәтін деймін да. Сөйтіп жаңа жолға түсемді, басқа мәтін жазам. Басқа мәтін жазам. Тағы жаңа жолға түсемді, вообще басқа мәтін жазам. Сөйтемді сақтаймын. Байқасақ, бәрін жаңа жолға жаздым, я, вроде.
обновить етем. Бірақ бұлар, кішірейтейін, міне, бір жолға түсті. Мәтінде, басқа мәтінде, вообще басқа мәтінде бәрі бір жолға түсті. Себебі бізде HTML-да жаңа жолға түсу үшін, енді ол тақырыптық тегке қатысы жоқ, жаңа жолға түсу үшін арнайы тег қолданылады. Ол тег дара тег, ол біз қалаған жер. Мысалы, мен мыналарды міндетті түрде жаңа жолға түсірмей-ақ, бұның барлығы бір жерде тұра берсін, жаңа жолға түсірмей-ақ қойын бұлар. Мынау енді үлкен болғандықтан сөйтіп тұр, міне. Бәрін бір жолға жаздым, Бірақ, даже если олар бір жолда тұрған күннің өзінде, мен мына жерге жол тастауға арналған дара тегті жазсам, BR тегін жазсам, ол менде жаңа жолға түсіп кетеді. Так, міне, мысалы, бәрі бір жолда тұр. Мәтін, басқа дегеннен кейін BR қойдым. Басқа мәтін. Мен вообще басқа жаққа қойыппын ғой. Жарайды, разница жоқ. Қай жерге қоям, сол жерден бастап ол жаңа жолға түседі. Міне, қазір бұрынғыша тұр, обновить етем. Міне, қай жерлерге мен BR жаздым, сол жерлерде ол жаңа жолға көшірді. BR тегі бізде жаңа жолға көшіруге арналған дара тег екен. Плюс бір дара тег жазып қойық. Бірінші бүгіндікке дара тегіміз BR болды. Сұрақ бар ма? Пока что біз H1-ді өттік, BR-ді өттік. Енді тек екі тег өтеміз, бүгіндікке сол жетеді, арғарай солармен жұмыс жасаймыз. Және бір атрибут өтейік. Енді бұлар жайында түсінікті болатын болса, сәл күйтіп қойын, BR жайында, келесі, бізде P деген тег бар. Және A деген тег бар, оны кейінірек өтеміз. P тегі. P тегінің көмегімен біз абзацтар немесе параграфтар жасай аламыз. Және бұның ішіне мысалы мен ұзақ сөз жазайын. Өте мағыналы ұзақ сөз. Мағынасы терең. Сақтадым. Қостым. Пока что енді бұл жерде байқалмайтын шығар. Келесі P тегін жазсам, ол бізде қалай түседі екен? Міне, жаңа абзацтан басталды. Көрдік па? Мына жерде орын тастады да, жаңа абзацтан бөлек параграф ретінде басталды. Демек, P тегі осылайша ерекшелеп бір бөлек-бөлек жариялайды екен. Мынаны енді қолдарын тиген кезде оқып шығасыңдар. Бұл мен не айтқысы келді екен деп, мен қандай месседж жеткісі келді. Так, P тегін түсінсек, келесі біз өтетініміз ары қарай бізде тағы да бір дара тег бар. Ол үшін мен қайттан бағанағыларды қайтарайын. Мысалы осы сөз, мәтін басқа, вообще басқа мәтін деген сөздерді қайтарайын. Солардан соң, допустим, маған көлденең сызық керек болып қалды. Білмеймін не үшін екен. Бір көлденең сызық керек болып тұр. Ол үшін бізде тағы да келесі қазақ еліне плюс бір дара тег. HR деген дара тег бар. Қосып көрейік, ол не екен? Не пайда болды сонда? Байқадық па? Көлденең сызық. Мәссаған. Неткен керемет, Енді, бұл көлденең сызыққа қатысты біз атрибуттар қолдана аламыз. Енді ең бірінші атрибут деген не екенімен танысайық, Мысалы, біз әртүрлі тегтерді қолдандық делік. Біз уже дамып кеттік, бәрін өтіп қойдық делік. Бірақ бәрібір сайт простойлау сияқты, бірдеңе жетпейтін сияқты. Ол жаңағы біз ойлап отқан жетпейтін әрлеуге арналған, мысалы, пішімдеуге арналған инструменттерді біз атрибуттар арқылы қолданамыз. Атрибут, яғни оның қасиеті секілді, свойства ғой. Оны біз жұп тегтерде, егер екі тег болатын болса, мысалы, title секілді, мысалы, body жұп тег қой бізде. Жұп тегтердің ашушы тегіне жазамыз. Мысалы, маған тіктеу керек. Мына сайтты тіктеу керек. Қарасаңдар, бұл солға тіктеліп тұр. Маған ол ұнамайды. Мен ортаға тіктегім келетін шығар. Может, мен оңға тіктегім келетін шығар. Тіктеуге арналған тег жұп тегтердің дара тегіне жазылады, то есть ашушы тегіне жазады. Ашушы деген ол бірінші тегі, екінші тегі жабушы тег етін, айырмашылығы слэш етін, есімізде болса. Ашушы тегтің ішіне жазылады, және мысалға маған тіктеу керек дедік қой.
align, align деп оқысаңдар да болады. Align немесе align, өзіміз қазақшалап оқысақ. Және атрибуттарда міндетті түрде, енді бәрінде емес әрине, мән беретін атрибуттарда атрибуттың өзі жазылады, әрине пробел арқылы. Одан кейін теңнен соң оның мәні жазылады, міндетті түрде тырнақшаның ішіне. Мысалы, бұл тіктеу дедік. Мен бұны тіктегім келеді ортаға. Орта деген ағылшынша центр болады. Сақтаймын және сайтымды кішкене алыстатайын. Обновить етем, міне. Менің мәтінім ортаға тіктелді. Қандай әдемі, бағана сәл басқаша еді. Бағана солға тіктеліп тұрған еді. Міне уже кішкене вид бар, бір газеттің заголовогы сияқты болды. Линиясы бар, мәссаған. Енді бұл бір ғана атрибут, яғни тіктеуге арналған. Центр десем ол ортаға тіктеледі, left десем солға тіктеледі, оңға тіктелу үшін right. RIGHT егер тоже қазақша оқитын болсақ. Обновить етем, міне ол оңға тіктелді. Қандай әдемі? Көркем болды мынау деген. Ортаға тіктеген әдемірек шығар. Енді бірнеше базалық тағы да атрибуттарды өтейік. Бізге әлі қалғанына қарай жылжуға сәл ертелеу. Келесі атрибут бізде түске жауап беретін атрибуттар. Бұл енді базалық тегтерді өтіп жатырық қой бүгін. Келесі де сәл қызығырақ болады. Енді align'нан кейін давайте задний фон беретін атрибутты қолданайық. Задний фонның атрибутын айтатындар бар ма? Бар ма? Дұрыс, біреу BG color деп айтты ғой. Дұрыс айтасыңдар. BG color. BG деген background қысқартылған түрі. Color түс. Енді түсті анықтайық. Бұл да атрибут, теңнен кейін тырнақшаның ішіне жазамыз. Бәріміз білеміз, ағылшынша түстердің атауларын. Мысалы, қандай түс бізге керек? Red дейді. Redті бәріміз білеміз ғой. Жақсы. Тағы қандай түс? Red дегенге қып-қызыл бола қалмай ма? Ол күшті ма не сонда? Мәссаған. Мынау не болды сонда? Blue дейді ме? Біраз цвет біледі екен. Так, green дейді. Мәссаған. Андай aqua деген сияқты түстер айтпаймыз ба? Бір ашықтау, мынандай. Yellow біледі екен. Yellowға сап-сары болып кетеміз ғой. Мен бетім сары болып жанады кез. Yellow. Мақыл, yellow нормальный екен. White дейді. White болса қалай ол өзі. Жарайды. BG color атрибуты арқылы түс бердік. Сәл жүректі айнытатын түс екен, бірақ бердік әйтеуір, құр отырған жоқпыз. Енді бірақ мынандай элементтерге келген кезде, мысалы, мынау линияның түсі маған ұнап тұрған жоқ. Мүлде. Мына сайтқа әдемілік беру үшін сарының үстіне қандай түспен линия сызсақ болады екен? Ол үшін бағана сызықты сызған HR-ға барамыз. Сол текке атрибут жазамыз. Қандай? Мысалға, маған қандай атрибут керек? Color деп жазамын. Бағана BG color етін, ол background, мынан барлығын фоны. Ал жеке элементке біз color атрибутын қолданамыз да. Осы кезде жа редті көрейікші, қызыл сызық сызса не болу мысалы? Не болмақ? Мәссаған. Сәл жарасады екен, кішкене. Болды, жеңдік қой. Мәтін, басқа мәтін, вообще басқа мәтін деген текстіміз бар. Сызық керек па? Сызығымыз бар. Жағдай жаман емес бізде. Енді тағы да қандай атрибуттар бізге қажет? Негізі, әзірге осы атрибуттарда жеткілікті, себебі барлығы бір күнде бізге қортуға сәл қиын болмас үшін. Мына осы сайтты осы күйінде, қазір барлық элементтер сыйып тұрған кезде, мен бұны суретке түсіріп ап, сөйтейін де топқа жібер жіберейін. Мынау мен қазір көрініп қалып кетейін деп тұрмын. Мен көрінбей қалуым үшін. Болмаса мен көрініп тұра берейін. Скриншот жасап группаға немесе лучше неге жіберейін. Слайдтың ішіне қосып қойын. Так. Керекті аймақтарды. Оп. Бағанағы супер содержательный слайдымыз бар еді біздің. Оның ішіне қосып қойық. Оп. Сәл үлкенде болып кетті. Үлкен.
Мынау біздің пока что слайдтағы мәліметтерге +1. Мынау түсінікті бола ма? Сол жағында код, оң жағында бізде результаты. Жеңдік па? Алақай жеңдік. Так. Бір сақтап қойық, айырылық қалмас үшіне. Алақай. Жеңістің дәмін сезіп отсыңдар ма? Так, енді негізінде өте қатты көп текті тура қазір көрсеткім кеп тұр. Бірақ не қыламыз, миымызды ашты ба? Так, пока что біз үйренгеніміз негізгі тектер бір түгелдеп шығайық, содан кейін интерактивке көшеміз сабақты бекітуге. HTML ол не үшін керек екен? Ол бізде сайттың негізгі HTML тілінде жазылатындығын білдіреді. Head айттық, ол жерде көрінбейтін элементтер орналасады, және де title орналасады сайттың тақырыбы. Body сайттың контенттік бөлігі орналасады дедік. Блокнотты қалай ашады? Жақсы сұрақ. Оны негізі бұлай қиналып ашпас үшін жай ғана бүйтіп любой папканың ішіне немесе рабочий столда оң жағын басып қап создать деген таңдай сап текстовый документ десек болады. Ал егер ішіне кіргіміз кеп тұрса блокноттың, онда пуск все программы, ол Windows версиясына байланысты. Менде 11. Өзімде іздегім кеп тұрған жоқ. Лучше оң жағын басып, контекстік менюдан создать, текстовый документ деп таңдап, сонан соң кеңейтілімін HTML-ға ауыстыру қажет. Бірақ тағы айта кететін жайт, егер оның, допустим, ондай жағдай болады ғой, кеңейтілім ауыспайды, көрінбейді, әшейін атау тұратын болса, онда поискқа параметры папок деп жазамыз, егер ол Windows 11-ден кішірек болатын болса. Ал егер 11 болатын болса, параметры деп или папок деп бастасақ, изменение параметров поиска для файлов и папок дегенді бассақ болады. Оның ішіне кірген кезде бізде видтің ішінде ең астында не показывать скрытые файлы деген емес, скрывать расширение для зарегистрированных типов файловтан галочканы алып тастаймыз. Сол кезде ғана біз оның кеңейтілімін HTML-ға ауыстыра аламыз. Ал егер ол птичка тұратын болса, біз файлдардың кеңейтілімін көрмейміз. Біздің ыңғайлылығымыз үшін солай жасап қойған. Себебі біз файлдардың кеңейтілімін көрген артық информация ғой, бізге не аламыз, атын ғана көріп жүре береміз негізі. Жақсы. Сұрақ бар ма? Осы негізгі тектерге қатысты бағана плюс үйренген H тектарымыз бар, иә? Оларды да қосып қойық. Ең қиын тектар, ана жерде айтылмаған. Қандай еді олар? Ашушы және жабушы тектерімізді көрсетейік. Мысалы бізде мысалы body тегі дейікші. Мынау ашушы тек, жабушы тектің айырмашылығы слэшта еді, не? Және бізде тағы да қандай қиын тектер бар еді? Бағана айтқан. Жаттап алдыңдар ма 6 текті? H1, H2, H3, H4, H5, H6. Күнде азанда қайталап тұрайық соны, ашқарынға. Аха. Сол кезде есімізде қалады. Так, мысалы, H6-ға дейін деп жазылайық. Бәрі түсінетін шығар. Енді, тоже есте қалу үшін, қазір егер кімде-кім интернет нашар болып, егер YouTube-тан көре алмайым дейтін болса, чтобы ыңғайлы болу үшін мыналарға жазып қойын. Тым оңай дейді. Жарайды, мына body ашушы тек. Ашушы. Мынау body жабушы тек. Және бізде атрибут бар еді ғой, атрибутты қайда жазып едік біз? Мысалға, Body'дің ішіне. body'дің ашушысының ішіне жазатынбыз, иә? Мысалы, align. Align или align. Әркімнің несіне байланысты, сауатына байланысты, align. Так, центр дейік. Нақшаларым вообще басқаша ғой менің, е? Ашушы, жабушым вообще басқа жақта жүр. Енді бұларды тағы бір реттеп шығайық. Ашушы, жабушы мағанда ұнап тұрған жоқ. Қайсысы атрибут еді? Так, ашушы, жабушы. Атрибут сол еді. Мәні қайсысы еді? Мынау ашушы. Мәні? Центр. Иә, дұрыс.
тырнақша арқылы жазылатын міндетті түрде. Мынау жабушы. Мынау атрибут. Мынау оның мәні. Болды емес па? Мынау аштар тақырыптық тектер. Жақсы, ендеше интерактивке көшейік. Так, бүйтейік, қызық болу үшін тапсырып атқандар тапсыра берсін. Біз өзіміз параллельно тапсырып талдайық. А то қазір бәрінің біткенін күтіп, содан соң барып талдайтын болсақ, қызық болмай қалайын деп тұр. Кеттік. Мына жақтағы кім? Адай деген Диас па? Диаспен жарысып көрейік. Бәріміз бірге жабылып кетейік. Кеттік. Сұрақтарды қарайық. Кстати, мен қазір сұрақтың жауабын жауып қалуым мүмкін. Сол себептен де мен жоғары қарай кетіп қалайын. Так, енді шамамен ештеңе жауып тұрған жоқ шығарым деп ойлаймын. Ойнату үшін файлдың жолын анықтайды. Ойнату үшін файлдың жолын анықтайды. Ойнату үшін файлдың жолын анықтайды дейді. Иә. Ондай вариант. Оранжевый болып тұр ғой. Оранжевый. Жолын деген не сонда? Жолын деген файлға апаратын жол, иә? Оның мекен жайы ғой сонда. Соны айтқымыз келіп тұр ғой, иә? Иә. Мәссә, мен қатып қалдым ба? Жоқ. Жақсы. Кеттік. Пока что жақсы. Жылдам жауап берсек айтпақшы озамыз дестен. U деген андермарк, бұны айтқан жоқпыз. Астын сызат. Қарыптың астын сызат. Керемет. Ары қарай, H1 не істейді? Тақырыптық тектер бірі болатын H1 ашалық тектері. Дәл солай, иә. Тақырыптық тек. Оранж, цветпен айта берсек те болады екен. Видео қосу үшін Жатқа видео қоюға Оранжевый, иә, қайттан. Жақсы. Так, I тегі бұл Итали, бұл бұлай көлбеу жазылады. Көлбеуге өзгертетін тек. Курсив, курсив. Қарпты көлбеу. Көлбеу, курсив. Курсив. I тегі болады бұны. IMG SRC бірдеңе. Жатқа сурет қою. Жатқа сурет қойылған. Сурет қоюға Дәл арналған. солай. 1010 ашқы. HTML-дің қызметі. Бет екенін білдіретін міндетті Браузердің тектер. мен іздеу жүйелерін. Керемет. Так, ары қарай. BR деген бағана айттық. Тоже екіншісі. Абзац. Жабуды қажет. Мәтінді келесі жолға ауыстырады, иә? Абзац қой. Иә, жұпсыз тек. Дара тек. Керемет, жеңдік. Армен қарта. Тақырып береді. Браузер. Тақырып. Біріншісі. Нама? Тақырыпты Жоқ, біріншісі. Жоқ, ағай. Ая, соғыс. Аудио SRC, аудио Дыбыс қосуға арналған. Шығаруға арналған. Керемет. Сұмдық екенбіз бәріміз. B деген не? Біріншісі. Жирный, иә? Тағы да strong дегенде тек бар. Бұларды енді өтеміз. Head, бағана hit деген осы ма? Браузердің жолы. Бұны жағында көрінетін тақырып. Иә, сол. Жеңдік. Body. Осы тектің ішінде барлық тақырып жоқ. Қызыл. Контент Аха, сол. күлгін. Розовый. P деген не? Абзац. Төртіншісі. Розовый. Абзац. Пока что жеңіп атырық. Соңғы сұрақ. S. Қарыптың қалыңдығын ұлғайтады. Сызылған. Бетін Бетін сызат. сызат. Бетін сызат. Кән, диаспен оздық бекен көрейікші. Бірінші орын. Бірінші орын ба, точно? Жоқ, озбаппыз, екінші орындамыз. Диас бәрі, ол жылдамырақ істеді, ол ешкімнен сұраған жоқ, өзі істеді ойды ме? Біз уақыт жоғалды. Жақсы, ендеше бүгінге жеңдің, жарайсың. Енді сұрақ бар ма бүгінгі тақырып бойынша? Жоқ. Содержание слайдымды ашып қойын. Сұрақ жоқ болса келесі сабаққа қарай жылжиық. Ендеше сау болыңдар, сабақ аяқталды.